Құрметті арулар мен қыз-келіншектер, армысыздар. Сіздермен қауышқаныма қуаныштымын. Біз әдеттегідей Wow Trend бағдарламасының кезекті шығарылымын бастағалы жатырмыз. Бүгін стилист Гүлбақыт ханыммен бірге биыл трендтегі түстің қандай және түстер маңыздылығы жайлы бірге білетін боламыз. Гүлбақыт ханым, қайырлы күн. Сізді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Қайырлы күн. Мен де өте қатты қуаныштымын сізді көргеніме. Былтыр күлгін түс қателеспесем трендте болды, иә? Иә. Ал биыл қай түс сәнде? Биыл 2023 жылғы негізгі түс ол Пантон институтының белгілеу бойынша Viva Magenta деп аталады. Бұл қызыл түстің туысқаны, яғни тағы бір оттенегі болып табылатын ашық қызғылт түс болып табылады, яғни орысша айтқанда розовыйға жақын. Және ол түс күш, қуат, энергия береді деген мағынасы бар өзіндік. Яғни түстің де өзінің бір маңыздылығы бар дейсіз ғой, иә? Оның мағынасы, яғни осы бір шамалы адамдардың қарбалыс өміріне күш беру, қуат беру мақсатында бұл түс ашық түсті, бірақ ол яғни көзге қатты түсетін, вызывающий деп атайды ғой, ондай түс емес, жағымды, өзіндік бір энергиясы бар, әдемі, сәнді түс болып табылады. Жыл сайын түстердің ауысып отыратыны барлығымызға мәлім, иә? Ал осы таңдалған түстердегі киімдерді сатып алып, гардеробты жаңартып отыру қаншалықты дұрыс? Ол адамның өмір салтына байланысты. Негізі адам баласының гардеробының 70-80% ол өзінің базалық киімдері, базалық түстермен тұратын болса, 20-30% қазіргі таңда трендтегі түстер, принттер, немесе тағы да басқа экспериментті киімдермен ауыстыруға болады. Бірақ та оның барлығы трендтегі киімдер 2-3 жыл аралығында созылып жатады. Сондықтан ол киімдерді 3-4 жыл қатарынан қолданып киюіңізге болады. Сонымен бірге көбінесе трендтегі киімдерді ол сіздің өмір салтыңызға байланысты қолдана аласыз. Мысалға, сіздің жұмысыңыз, белгілі бір баратын жерлеріңіз сізге соны требует етсе, яғни мүмкіншілігіңіз болса, ол киімдерді киюге әрине трендтегі киімдерді киюіңізге болады. Ал егер сіз қарапайым өмірде ол бір белгілі жұмыста униформа киетін болсаңыз, немесе тағы да бір түстерге өте өзіндік ыңғайлылығыңыз болса, онда ол түстерді, трендтегі киімдерді мүлдем қолданбауыңызға да болады. Сондықтан сіздің өзіндік ішкі сезіміңіз, өзіндік өмір салтыңыз негізгі сіздің гардеробыңызды құрастырады. Мені мазалайтын тағы да бір сұрақ, гардеробтағы киімдердің түсі қаншалықты қанық болу керек? Біз енді қыздар арасында көбіне қара, қоңыр, сұр түстерді таңдап жатады, иә? Соның себебін айтып өтсеңіз. Гардеробтағы түстерді біз адам баласының түсіне, бет-келбетіне, денесінің формасына байланысты анықтай аламыз, белгілі бір ережелерді сақтай отырып. Сонымен бірге, мысалға айтып кететін болсақ, сары деп айтып жатады. Сары ашық қыздарға көбінесе, яғни бледный түстерді қолданбаған негізі жөн. Немесе ол түстерді үйлесімділікпен, қанық түстермен бірге қолданып, образда киюіңізге болады. Араластырып тұру керек. Ал кейін қарай қара торы, қара қыздарға қатты, қанық, ашық түсті киімдер емес, оларды да шамалы баланс жасап, ашық пен қара қоңыр түсті киімдермен араластырып үйлесімде киген жөн болып табылады. Себебі ол бір түсті киім, қанық немесе тіпті ашық киім болсын, ол адамның бет-келбетінің өзіндік табиғи түсін бұзып жіберуі мүмкін. Сонымен бірге макияж да бұл жерде рөл ойнайды. Макияжыңыз сіздің киіміңізге сәйкес болуы керек. Киім түсіңізді ашатындай, сіз сол киімнің макияжының арасында жоқ болып кетпеуіңіз қажет. Яғни киім таңдаған кезде тіпті әшекейден бастап, аяқ киім, сөмкеміз, ұстайтын қолымызға, тіпті бетіміздегі әшекейіміздің өзі үлкен рөл ойнайды. Иә, өте үлкен рөл ойнайды. Оның барлығы сіздің мына табиғи сұлулығыңызға сәйкес болу керек. Сіздің табиғи сұлулығыңызды барынша ашып көрсетіп, айналаңызда қоршаған ортаңызға сізді әдемі, өзіне сенімді, сұлу келбетінде көрсете алу керек. Жаңа түс, тренд деп жатырмыз, иә? Ал әр қыздың гардеробынан
кездесу керек түстерді атап өтсеңіз? Пантон институты жыл сайын негізгі трендтегі түспен қатар әрбір жылдың өзіндік негізгі, яғни базовый цвета деп айтады орысша, негізгі түстерін анықтайды. Мысалға, ол қазіргі таңда соңғы 2 жылдықта жалғасып келе жатқан ақ түс, қара түс ол бізде классика болып тамылады. Сонымен бірге ақ қара түспен қоса бежевый, серый, молочный түстер бұлар бізде база болып саналады. Яғни бұл түстерді сіздер күнделікті өмірде кез келген уақыт мезгілінде қолдана аласыздар, және ол түстердің ең ерекшелігі олар барлық ашық түстермен сәйкес үйлесім таба алады. Яғни қара мен ақ түс ешқашан маңыздылығын жоғалтпайды. Сонымен бірге бежевый, молочный, серый деп айтып жатқан түстерді қолдана аласыздар. Қыздар арасында жиі байқайтын нәрсем, ол ашық түстер толық қылып көрсетеді дейді, ал қоңыр, қара түстер қыздарды арық қылып көрсетеді дейді. Дәл осы ұғым қаншалықты рас? Ол ұғым негізгі физикалық тұрғыдан алатын болсақ, физика пәнінен теориясы бойынша физикалық тұрғыдан ол ақ түс ол шынымен де толықтау етіп көрсетеді, себебі ол өзіне келген светті отражать ету арқылы границалары көрінбей қалады. Ал қара түс кейін қарай өзіне барлық табиғи светті жұту арқылы ол яғни өзіндік границаларды көрсете алады. Сол себепті сіз ақ түс сізді толық етіп көрсетеді деп қорықсаңыз, сіз олар ақ түсті суық түстермен, яғни көгілдір, ақ, тағы да басқа серый сияқты түстермен үйлестіріп келетін болсаңыз, сізді арық етіп көрсетеді. Ал кейін қарай жылы түстермен, мысалы қызыл, сары сияқты, қызғылт сары сияқты түстермен келетін болсаңыз, ол сізді толығырақ етіп көрсетеді. Бұл жерде бір ерекшелік айта кететін, ол сіздің фигураңыздың әрбір қыздың нюансы бар, яғни бір жері ұнамауы мүмкін. Сол ұнамайтын нюанстарды жасыру үшін осы түстерді ақылды үнемді қолдансаңыз, сіздің бір тұста фигураңыз арық, керек жері барынша әдемі болып көрсете аласыз. Гүлбақыт ханым, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз, биыл Viva Magenta трендте деп, ал қандай киімдер үйлестіріп киюге болатынын бізге көрсетіп жіберсеңіз? Бұл түс өте ерекше болғандықтан, онымен көптеген түстерді үйлестіруге болады. Сол үшін біз арнайы сіздерге жиынтық жинап қойған болатынбыз. Мінекей бұл Viva Magenta түсі 2023 жылдағы трендтегі түс. Яғни орысша айтқанда малиновыйға өте ұқсас. Бұл түсті біздің классикамыз ақ пен қара түспен әр уақытта үйлестіре аласыз. Классика дейсіз. Классика, иә. Сонымен бірге өзіне туыстас, яғни орысша айтқанда розовый, қазақша ақшыл қызғылт түсте қолдана аласыз. Яғни бұл образ ол кейде монохром деп аталатын болады. Одан кейін өте жақсы ерекше үйлесім табатын түстердің бірі ол сұр түс, яғни серый түспен өте керемет үйлесім табады. Сонымен бірге біздің табиғи түсіміз жасыл, яғни жасыл түспен өте қатты үйлеседі. Онымен қатар сары түс және көгілдір, ақшыл көгілдір түстермен өте жақсы үйлесім тауып, сіздің образыңызды ерекше етіп көрсетеді. Ендеше киіп көрейік? Әрине, жүріңіз.
Міне, құрметті арулары, биыл Viva Magenta түсі трендте екенін білдік. Бұл түстің қандай киімдермен үйлесетінін, қандай жағдайда киюге болатынын хабардар болдық. Гүлбақыт ханымнан түстердің маңыздылығын, адамның формасына қалай әсер ететінін білдік. Ендеше, бүгін біз ұсынған киім үлгілері көңілдеріңізден шықты деп ойлаймыз. Келесі эфирде жолыққанша, қымбатты арулар.